Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тез дайындалатын кешкі ас ұсынатын боламын. Ол үшін тауық етін видеодағыдай ұзынша етіп турап, дәміне қарай тұз салып, паприка қосып және ұнмен араластырып, қызып тұрған майда дайын болғанша қуырып алатын боламыз. Дайын болған тауық етін салфетка төселген ыдысымызға салып аламыз. Келесі картоплымызды дәл осындай жіңішкелікте турап алып, қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Картоплымыз дайын болғанша біз соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 ас қасық соя соусы керек және видеодағыдай яблочный уксус 1 шай қасық қосамыз. Және кішкене дәмін келтіру үшін жарты шай қасық мед салып жібереміз. Үстіне орегано, зира және 2 қасық кетчуп қосып, кішкене дәміне қарай тұз сеуіп, соусымызды араластырамыз. Соусымыз дайын. Біздің картоплымыз да пісті, оны жаңағы етіміздің қасына түсіріп аламыз және видеодағыдай етіп жуамызды, бұрышымызды дайындап аламыз. Жуамызды қызып тұрған майымызға сары түске енгенше қуырамыз. Жуамыздың үстіне болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсарғанша пісіретін боламыз. Етімізді үстіне қосамыз және жаңағы дайындаған соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне көк жуамызды себеміз, неғұрлым көбірек салсақ, соғұрлым дәмдірек болып шығады. Және майға қуырған картоплымызды бір келке етіп орналастырамыз. Үстіне жарты кесе қайнаған суымызды құйып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Кешкі асымыз дайын. Өте ерекше, дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видеом ұнаса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.